Сәлем достар, бүгінгі тақырып бай мен кедей адамдардың мышлениясындағы іс-әрекетіндегі айырмашылық. Бай адамдар мысалға бір ресурсты жақсы жағдай болған кезде, үлкен суммаға қол жеткізген кезде, жақсы договорға отырған кезде, олар сол ситуацияны ассоциациялы түрде проживать етеді, яғни сол ситуацияны ішіне кіріп, соны өзіне закрепить еткізеді. Ал керісінше минусқа кеткен кезде, мысалға ақша жағынан шығын болған кезде, олар керісінше сол ситуацияны диссоциацияланған, ол ситуациядан, ол жағдайдан алшақтау өзін ұстайды. Я болды ол деп оны мүлдем ұмытуға тырысады. Ал кедей адамдардың мышлениясында, мысалы өмірінде бір жақсы бір ақша алған кездер болса, ол ситуацияны диссоциацияланған, сыртынан қарап, ой, сол кезде бір ақша түскен еді деп солай есіне алып отырады. Ал қарызға, минусқа кеткен нәрселерін керісінше сол ситуацияның ішіне кіріп кетеді, соны проживать етіп кетеді. Сондықтан олар бізде мида закрепиться етіп, қалыптасып, сіңіп қалады біздің миымызға. Сондықтан да егер сіз ресурста болғыңыз келсе, кез келген өміріңіздегі позитивті, жақсы ситуацияларды жатар алдында ойлап, соны миыңызға закрепить етуіңіз керек. Сонда сізде миыңызды жақсы ресурстарға программалайсыз.